Құрметті ағайын, қадірлі отандастар, бүгін еліміз үшін маңызды күн. Алғаш рет өткен құрылтай сайлауы Қазақстанның саяси өміріндегі тарихи сәт. Ел дамуының жаңа кезеңі дер едім. Өздеріңіз білесіздер, биыл ел болып, бір тұтас ұлт болып, жаңа атазаң қабылдадық. Біз және біздің жақтастарымыз президент Қасым-Жомарт Тоқаев бастап берген саяси реформаларды толық қолдаймыз. Республика партиясы үнемі осы тарихи оқиғаларды ауқымды бастамалардың бел ортасында жүр. Бүгін міне күллі халқымызбен бірге болашаққа нық қадам жасап отырмыз. Осы айтулы күнімен сайлаудың сәтті өтумен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Ең алдымен сайлауға қатысып, өз таңдауын жасаған барша Қазақстан халқына алғыс айтамыз. Республика партиясына дауыс берген азаматтарға ерекше ризалығымды білдіреміз. Сонымен бірге басқа партияларды таңдаған отандастарымыздың да шешіміне құрметпен қараймыз. Себебі елдік істе әр азаматтың дауысы маңызды. Сайлау алды кезеңде республика командасы еліміздің барлық өңірін аралап, халықпен кездестік. Елдің мәселесін, ұсынысын, болашаққа деген ойын тыңдадық. Осы кездесулерден біз халқымыздың өзгеріске, жаңаруға және дамуға үлкен сұранысын көрдік. Республика партиясы бүгін сайлау ашық, әділ және заң талаптарына сай өтті деп есептейді. Дауыс беру аяқталып, жаңа ғана экзит-полдың алғашқы нәтижелерін естідіңіздер. Бұл біз күткен нәтиже. Қазақстан азаматтары белсенділік танытып, өз таңдауын жасап, конституциялық құқығын жүзеге асырды. Біз бүгін жай ғана сайлауға қатысып отырған жоқпыз. Еліміздің саяси тарихындағы жаңа кезеңнің куәсі болып, сол тарихты президентімізбен, халқымызбен бірге жазып жатырмыз. Алда ресми қорытынды бар. Халық қандай таңдау жасаса да, біз оған құрметпен қараймыз. Ал республика үшін елге қызмет ету, халықтың сөзін сөйлеп, нақты өзгерістерге жұмыс істеу жалғаса береді. Тағы да қайталап өткім келеді. Бұл тәуелсіздік шежіресіндегі алғаш құрылтай сайлау. Сондықтан бұл сайлаудың тарихи мәні зор, жөні де бөлек. Бірлігіміз бекем, мақсатымыз айқын болсын. Еліміздің болашағын бірге құрайық. Қазақстанымыз жасай берсін!